Мал ұрлығын анықтау және оның жолын кесу мақсатында Ішкі істер министрлігі жедел алдын алу іс-шараларын жүйелі түрде жүргізеді. Жыл басынан бері полиция мал ұрлығын кәсіп еткен 200-ден астам адамды, оның ішінде 26 қылмыстық топты құрықтады. Биыл осы қылмыс үшін 65-тен астам адам сотталды. Олардың жартысы темір торға тоғытылып 5 жылдан көп мерзім арқалады. Қылмыстың бұл түрімен күрес жолға қойылған. Өңірлерде түлік иелеріне түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, мал базарлары мен ет өнімдерін сататын орындар, мал сою цехтары үнемі тексеріледі. Алматы, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында мал ұрлығын кәсіп еткен қылмыстық топтар анықталды. Қаскүнемдер ұрланған малды жүк көлігіне тиеп әкетіп отырған. Негізгі күдіктілерден бөлек тасымалдаушылар және сатып алушылар құрықталды. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мал ұрлығы үшін жауапкершілік күшейтілген болатын. Қылмыстық кодекске мал ұрлығы деген жеке бап енгізілді. Нәтижесінде Қазақстанда соңғы 5 жылда мал ұрлығының саны 32%-ға төмендеді.